Адамның үйі болғасын адам сияқты тапсыру керек. Әуелде қабылдағанда акиматтан комиссия қабылдау керек бұл үйді. Орақбаев көшесі бірде В мекен жайындағы мына көп қабатты жаңа үйдің тұрғындары көгілдір отынның мәселесін тартып келеміз дейді. Бір апта болды, не газ жоқ, то свет сөнеді. Газдың кеше сөнгеніне 5 сағат болды. Негізі көп нәрселерді айттық. Ең басты мәселе ол жаңағы заказчикта. Заказчик бізге үйді дұрыс тапсырмайды. Мен енді заказчиктің подрядчигі болам, субподряд. Олардың бұрыннан газдарын жасаймын. Бұларда енді осы қабылдамаған сияқты олдамда. Сол себепті осындай мәселелер болып жатқан шығар деп ойлаймын енді. Мына жердегі подрядчик заказчиктікі енді. Ол сол жақтың әңгімесін айтады енді. Негізі ең басты проблема жаңа СВС Батыс өзінің проблемаларын әлі жаппай жатыр. Біз үйді спокойно қабылдаймыз, егер ол барлығын устранять етсе, ауламыздағы тұрған асфальттар су жиналады. Кәдімгі біздің өзімнің подъездің алдында су деген жиналып бат жаңбыр жауса, асфальтты дұрыс төсемеген. Ол бірінші. Екіншіден, подвалда су кетіп жатыр. Грунтовый су шығып жатыр ғой, понимаете? Ол жаңағы дұрыс гидроизоляция жасалынбаған ба, енді ол жағын енді дұрыс мен білмеймін, бірақ проблема суда. Екіншіден, сырт жақта бізде кіреберісте үйдің жанына асфальт төседі. Асфальт білмеймін қайдан алған, бірақ жаман бір асфальтты төседі. Екінші проблема, үшінші проблема, төртінші проблема, короче, проблема жетеді негізі. Сол проблемалардың бәрін айтқанбыз. Мына ТДК 42 барлығын салған жоқ. Тек қана өзекті мәселе, именно сол күндегі мәселе, ол газдың проблемасы сол туралы салды. Телевидение шақырып болғаннан кейін сол күні осы мердігерлер келіп, газды жөндеп, жаңа шкафты дұрыстап, бүйтіп-сөйтіп, әйтеуір газовый подачаны берді. Себебі бізде газовый подвалға берілмеді, яғни ол коммерческий помещение берілмеді, және подъездегі отопленияға берілмеді, сосын газ біздің үйлерге берілмейтін еді. Барлығы подряд берілмейтін еді. Барлығын полностью берді, газ келіп тұр, бір күн өтті, ешқандай проблема жоқ, алда көре жатармыз. Бірақ заказчик бәрін дұрыстау керек. Сонда ғана біз үйді қабылдаймыз.